Қосылайықтың жаңа маусымы басталды ағайын. Көптен күткен ескі қатысушылар тағы да жаңа маусымға ат терлетіп келді. Өткен маусымның бұрынғы қатысушысы Зарина қызымыз асыға келді. Бірақ Зарина мен Сәтдәулет, Зарина мен Айсұлтан, Зарина мен Сейфулла арасындағы түсініксіз ара қатынастарына таң қалды көрермен қауым. Күтпеген жайтты түсінбеген желі қолданушылары жарыса жазды. Сәтдәулеттің ағынан қуып келді тағы. Қанша халық айтты келмесін деп. Халықты тыңдамасаңдар несіне сұрайсыңдар, кім келсін деп білгендеріңді істейсіңдер. Өтпей жүрген қыздарды шақырып. Бұл қыз тек сыйлық алғанды жақсы көреді. Сыртта Сейфулла, іште Сәтдәулет. Киносы басталды, ешеу жасанды болған. Эфир соңында шынайы бетім ашылды дегені ше. Ұялмайтын екенсің. Сезон аяқталғанда бір жігітпен кетіп едің. Ол да лақтырып кетті ма? Атыраулық Бекзатты лақтырып кетті, ақша сыйлықтарын сыпырып алып, енді тағы келді жаңа құрбандарды іздеп. Зарина өзін Қазақстанның еңбек сіңірген адамы сияқты немесе бұрыннан танымал адам сияқты хейтер деп қояды ғой. Өзін слишком жоғары қойып отыр біздің тісімізді деп. Ақбота бар кезде дыбысы шықпай отыратынын ұмытып қалыпты ғой. Зарина биыл Мисс 2025 болады. Сол үшін келіп отыр. Нелерің бар бұл қызда? Бұл да біреудің қызы емес пе? Артық кетпеңдер, жап-жақсы қыз. Әр адам өзінен хабар береді. Шерхан келсе таң қалмаймын. Деп жарыса жазды көрермен қауым. Еске салайық, Қосылайықтың жаңа маусымы ескі қатысушылармен басталған болатын. Бірақ атышулы танымал қатысушы Мәрика аяқ асты Қосылайықтың жаңа қатысушысы атанды. Естеріңізге сала кетейік, Мәрика қызымыз бір болайықтың 5 маусымында құндызбен шаш жосқан болатын.